Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге үйдегі кератинді шаш терапиясының рецептін көрсетемін. Ыдысқа 2 ас қасық зығыр тұқымын салыңыз. Зығыр зақымданған және сынғыш шашты нәрлендіреді. Оларды серпімді және жібектей жұмсақ етеді. 300 мг су құйыңыз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге пайдалы рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Зығыр тұқымындағы омега-3 шаштың түсуін азайтады. Зығыр тұқымындағы пайдалы заттар шашты қалың және сау етеді. Зығыр тұқымы шаштың өсуін жылдамдатады. Аздап суытыңыз. Менің каналымда қандай рецепт көргіңіз келетінін комментке жазыңыз. Зығыр тұқымының гелін алу үшін дәке арқылы сүзіңіз. Зығыр гелі құрғақ және сынғыш шашты емдейді. Зығыр кератин терапиясы шашты қорғайтын, тегістейтін және құрылымдайтын сыртқы қабат жасайды. Табиғи кератинге арналған бұл үй рецепті шашыңызды жібектей жұмсақ етеді. Зығыр тұқымындағы омега-3 май қышқылдары қайызғақты азайтуға көмектеседі. Зығыр тұқымын шашқа арналған гель немесе шаш маскасы ретінде қолдануға болады. Бізге жүгері крахмалы керек. 2 ас қасық жүгері крахмалына 200 мг су құйыңыз. Крахмалды ерту үшін жақсылап араластырыңыз. Кілегейлі масса болғанша пешке қойыңыз. Үздіксіз ағаш қасықпен араластырыңыз. Осы консистенцияға жеткенде оттан алыңыз. Тереңірек контейнерге құйыңыз. Бұл рецепті ерлер де, әйелдер де, соның ішінде жүкті әйелдер де пайдалана алады.
Крахмал қоспасына зығыр гелін қосыңыз. Кокос майы оңай терең сіңетін, ылғалдандыратын және ылғалды ұзағырақ сақтайтын консистенциясы бар. Сондықтан оны шамадан тыс құрғақ және зақымданғыш шаштар үшін ұсынылады. 2 шай қасық кокос майын қосыңыз. Ингредиенттерді біркелкі болғанша қоспаны блендермен араластырыңыз. Кокос майының шашты күшті және тегіс ететін қасиеті бар. Шашқа арналған нәрлендіретін маска осылай болуы керек. Бұл қоспаны тоңазытқышта 7 күн сақтауға болады. Осы маска ұзын шашқа 1 рет қолдануға жеткілікті. Қысқа шаш болса, осы рецепттің жарты дозасын жасайсыз. Бұл рецепт шаштың жылтырлығын қайтарады. Шаштың бүкіл ұзындығына кератин маскасын жағыңыз. Сосын пленкамен орап жабыңыз. Масканы шашқа 1 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін әдеттегідей жуыңыз. Масканы аптасына 2 рет қолданыңыз.